Мына 10 періштені білуіміз керек. Бірінші Жебірейіл періште. Ең ұлы, ең үлкен періште. Жер бетіндегі пайғамбарларға Алланың сөздерін, үкімдерін жеткізіп отырды. Соңғы рет Мұхаммед пайғамбарымызға келді. Қасиетті Құранды алып келді. Екінші Микаил періште. Жер бетіндегі бұлт әкелу, жаңбыр жаудыру секілді табиғи құбылыстарға жауапты. Үшінші Исрафил періште. Ақыр заманның орнауына жауапты. Қиямет сәті туғанда алып кернейге үрлейді. Сол кезде барлық тірі жан өледі. Екінші рет үрлегенде барлық адам қабірлерден тіріліп шығып, махшар алаңына жиналады. Төртінші өлім періштесі. Оған барлық адамның жанын алу міндеті жүктелген. Бесінші құрметті жазушылар. Әр адамның оң және сол иығында отырып, жақсы жаман амалдарын жазып отырады. Алтыншы Мункар мен Накир. Бұл екі періште қабірге кірген әрбір адамды сынақтан өткізіп, жауап алады. Жетінші Ридуан, жәннат періштелерінің басшысы. Сегізінші Тозақ періштелерінің басшысы. Тоғызыншы Қорғаушы періште. Адамды ұйқыдағы және ояу кезінде барлық жамандықтан қорғайды. Періштесі қақты деп осы періштені айтамыз. Оныншы іштегі сәбиге жіберілетін періште. Анасының ішіндегі балаға 4 ай толғанда Алла тағала оған бір періште жіберіп, жан үрлетеді. Сосын